Сәлем достар, бүгін сіздермен Корей халқының көше тағамына айналған, бірақ шығу тегі Америка құрама штатының корн-догі өте қытырлақ әрі дәмді болып жасалады. Рецептімен бөлісемін. Алдымен ұнымызды алып, осылай електен өткізіп аламыз. Тұзымызды қосамыз. Қант, жұмыртқа және де сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Бізде масса қою болып шығу керек. Мен венчиктің көмегімен шамамен 2 минут көлемінде араластырдым. Достар, дәмді тағамдардың түрлерін жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп кетіңіздер. Осы қамырымыз біздің шамамен 8-10 штуктай корн-догымызға жетеді. Тура видеодағыдай созылып қоюлануы тиіс. Дайын болған қамырымызды стаканға немесе осылай шұңғылдау ыдысқа құйып аламыз. Тоңазытқыштан шұжығымызды аламыз және сыртқы пленкасын аршып тазалап аламыз. Бізге шамамен 5 штук қажет болады. Біз корн-догтың шамамен 3 немесе 4 түрін жасайтын боламыз. Оның жартысы ірімшікпен, жартысы тек шұжықтың өзінен ғана жасалады. Енді ірімшікпен шұжықтың өлшемін бірдей етіп, осылай видеодағыдай кесіп аласыздар. Осындай таяқша шпажканың көмегімен тура видеодағыдай етіп, ең алдымен шұжық, ірімшікті араластырып, кезектестіре отырып салатын боласыздар. Таяқшаға бәрін жинап дайындап болғанша мен сіздерге ақпарат айта отырайын. Осы корн-дог бізде 2015 жылы танымалдылыққа ие бола бастады, яғни сұраныстың артқан сәті сол кез болатын. Содан бері менің сүйікті тағам біріне айналды десем болады. Қазіргі таңда корн-догтың түрлері өте көп. Кейбіреуі қантпен жейді, ал Корей халқы горчица қосып жегенді өте қатты жақсы көреді екен. Сырты қытырлақ болу үшін бізде қарапайым ролтон немесе рамен деп атаймыз. Соның салмасын салып, осылай оқтаудың көмегімен пакетімізге саламыз да майдалап үгітіп аламыз. Шұңғылдау ыдысқа саламыз. Раменнан бөлек сыртын біз картоппен қаптайтын боламыз. Ол үшін үкіштен осылай өткізіп аламыз. Сосын пышақтың көмегімен майдалап, турап, 4 бұрышты формаға келтірсеңіздер болады. Оған дейін біз ыстық қызып тұрған ыдысымызға майымызды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Майыңыз міндетті түрде қатты қызып тұрған болуы тиіс. Олай болмаған жағдайда ірімшігіңіз сыртқа қарай шығып, бәрі шашырайтын болады. Осылай біртіндеп ыдыстағы қамырымызға салып, одан сыртын қаптап, майға қуырып аламыз. Әр бетін шамамен 1 минуттай қуырасыздар. Достар, бұл тағамды жасауға менде шамамен 10 минут көлемінде уақыт кетті. Өте тез әрі жылдам дайындалады. Енді сыртын өздеріңіздің қалауларыңызға қарай кетчуп, майонез, горчица немесе қанттың көмегімен әрлесеңіздер болады. Осымен біздің корн-догымыз дайын. Келесі видеода кездескенше.